бүгінгі сабақта көңіл күйіміз қалай? Тамаша. Тамаша, жақсы. Олай болса, сәлемдесіп алайық. Сәлеметсіз бе? Сәлем балалар. Ашық сабақты бастамас бұрын әуелмен амандасып алайық. Менің асықтарымды таңдау арқылы қай топта екендеріңді біліп алыңдар. Ал кемге балалар, асық таңдау арқылы топтарға бөлініп алайық. Балалар, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында мінекей зат есім тобы, етістік тобы, сын есім тобына бөлініп отырдық. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз қандай тақырыпта болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Оны біз білу үшін кеше өтілген сабақта естеріңде болса біз үйге қандай тапсырма берілген еді? Күрделі сөздерді қайталап келуге берілген. Жақсы. Енді біздің бүгінгі сабағымызды бағалау балалар. 1-ден 10-ға дейінгі бағалау шкаласы бойынша жүргізіледі. Неге балалар? Ұлттық құндылықтарымыздың бірі домбыра. Осы домбыра әдісі арқылы біз өз-өзімізді бағалап отырамыз. Әр топ өз-өздерін бағалайды. Зат есім тобы, етістік тобы және сын есім тобы. Енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыз қандай тақырыпта болуын білу үшін біз мінекей күннің көзінде бүгін жаңа сабағымыздың қандай тақырыпта болатынын біз анықтау үшін күннің көзін басқан бұлттан арылтуымыз керек. Яғни осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз жаңа сабақтың қандай тақырыпта болатынын білетін боламыз. Қанекей, біз іс-әрекет жасағанда ол сөздерді қалай атаймыз? Біз оны етістік деп атаймыз. Етістік деп атаймыз. Тамаша. Қараңдаршы балалар, айналаға көз жүгіртіп, айналамыздағы заттардың бәрінің атауы бар ма? Олар қалай аталады? Алихан? Иә, зат есімдер деп атаймыз, иә? Енді осы сөйлем құрау үшін қай сөз табы ең маңызды деп ойлайсыңдар? Қай сөз табы ең маңызды құралай? Қай сөз табы маңызды? Сабырхан? Сөйлем құрау үшін қай сөз табы маңызды деп ойлаймыз? Сөйлем құрау үшін етістік өте маңызды. Сөйлем құрау үшін етістік деген сөз табу өте маңызды. Өте маңызды, дұрыс айтасыңдар. Егер сөздерді үлкен бір қала деп есептетін болсақ, балалар, яғни елестететін болсақ, қалай ойлайсыңдар? Ал, қара Аяна? Олар көшелерге бөлінгенде сөз таптары болып бөлінген. Дұрыс айтасыңдар, сөз таптары. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы да осы сөз таптары жайлы болмақ. Жақсы. Болашақ батырдың аты емес пе? Арман. Ышармен қатты құлдырап қорықпайыншы. Ұзақшта алдымыз тұтмайды. Құлыным-ай, мұнша не болды? Сада құламайды. Ұшағы жанса да жыламайды. Мама, а ты была и
qanday kino ko'rdi? Ayana? Erkek uçkuş turalı kino gördü. Kino ne turali bo'ldi qalay? Kino uçkuşta turalı. Tamosha. Agar kinodagi ushqush og'aning bo'yidan qanday qasiyatlarni bayqalga bo'ladi? Kinodagi uçkuş ağanın Bo'yidan boyundan batırlık ve kaysarlıkta Tamosha, deb aytasiz. Erkin kinodan olgan asirin kimga aytib kelgisi keldi quvonish? Anasına. Oy. Ajisini. Ajisini aytib kelgisi keldi. Erkin anasına qanday o'tmish aytdi? Janob? Erkin anasına men botir bo'layinchi deb aytdi. U kim bo'lgisi keldi? Jalil? Erkin kim bo'lgisi keldi? O batır boksuydu. U botir bo'lgisi keldi. Tomosha qildi. U botir bo'lgisi keldi. Ya'ni biz marhumda qalay yaqasak bo'ladi? Ya, xo'sh, ya bo'lmasa? Anasi Erkinning so'ziga qalay javob berdi? Alixon? Anası erkeğin sözüne bola koy dedi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Voy bolam. Yaxshi. Endi bolalar, hozir biz o'sha marhum bo'yicha yumush jasaymiz. Bizga hozir kiste berib berdi. O'sha marhumdagi so'zlarda, o'simlarda, eshittirdi, ism so'z daftari bo'lsa, o'sha kelesi sizin isim bormi? Al, sizin isim jazak. Isim qancha? Matnda ismini kelgizesizmi? Hani kelib chiqadi? Aylab bile qo'y. Kelesi so'zlar bolalar, matnda ustiga kelgizesizmi? Al, ishlovlar bormi matnga? Qani kitoblarning keladi? Al, tayyorlab qo'y. Matnga o'dag'aylar. Tomosha. Al bolalar, kichkina sergalar bo'lmasa. Мен осындай армияның солдаты болғанымда мақтан етемін. Мен де адаммын, жаралған сүйек еттен. Арым бар, жалғыз тілегім. Отанды сүйер ұлан болыңдар. Өз отанына лайықты азамат болып өсіңдер. Жақсы балалар. 75-ші жаттығуда балалар, жүктелген зат есімдерді бір бөліп, сеттелген зат есімдерді bir bölüp gelip yazarız. Dayınız mı bağlar? Canarım? Çiftliğe zatesim, adamın oğlum, çiftliğe zatesim, balalarıma, nüverelerime, otanda otanma. Жақсы. Бірінші тоқтан аяна. Çiftliğe zatesim, adamın oğlum, septelgen zatesim, nemerelerime, armiyanın utanına balalarıma. Қуаныш. Çiftliğe zatesim, adamın oğlum, septelgen zatesim, nerede, otanda adamda.
76-шы жаттығу жұптық жұмыс ойлантар әдісі арқылы берілген сөздерді оқып, әр жұп өздеріне берілген сөздерден артық сөздерді табады. Сонан кейін артық болу себебін айтамыз. Қанекей бірінші топтан. Аяна. Бұл жерде мен, біз, қыстыгүні өзі кім? Бұл жерде қыстыгүні деген сөз артық себебі бұл сын есім, ал қалғандары зат есім болып тұр. Тамаша. Келесі жұптаймыз ба, қай жұптаймыз? Алғайда. Екінші көк ала 16 қою үлкен дәмді. Бұл жерде көк ала, қою, үлкен, дәмді дегендер олар сын есім болып тұр. Ал бұл жерде артық сөз 16 ол сан есім болып тұр. Бәрекелді. Келесі топта Айдар. Бұл жерде оқып отыр, келіпті, ағыпты, 102-ші көмектеседі деген сұраққа сөздер бар. Бұл жерде 102-ші деген сөз артық. Өйткені ол сан есім, ал қалғандары етістік. Жақсы. Балалар, осы сөздерде етістіктер кездеседі. Келесі тапсырма балалар. Топтық талдау әдісі бойынша әр топтан оқушы шығып, сөздерді таңдап алу арқылы қандай сөз табы екенін анықтайтын болады. Қанекей, зат есім тобынан кім келеді? Ара, зат есім, алма, тағы, сағы. Оқушы, мұғалім. Етістікке бізде отырды, тұрды, жүрді деген сөздер жатады. Келесі тапсырма балалар, 77-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Мектептегі робототехника үйірмесіне қатысты. Жақында үйірме оқушылары сөйлейтін робот жасап шығарды. Құрастыру жұмысына робототехниканың маманы жетекшілік етті. Ол робот құрастырып Сәлеметсің бе, Әли? Менің саған қандай көмегім қажет? Маған бір робот құрап берші. Жарайды, Әли. Рахмет. Үшінші топ. Алихан мен Айбархан. Жақсы. Сәлеметсің бе, робот? Сәлеметсің бе, Әли? Мен роботтар жайлы көп білгім келеді. Егер сен роботтар жайлы көп білгің келсе, мен айтайын. Роботтар бұлар адамдардың қолынан жасалған токпен істейтін адамдардың бір түрі. Бұлар адамдар істей алмаған заттарды істейді. Мысалы, кейбіреулері жұмыс жасады, кейбіреулері адамдарға көмектеседі. Рахмет, робот. Оғарсы жоқ. Қош бол, робот. Қош бол, Әли. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендерге тапсырма. Қанекей, жағдаяттан шығып көрейік. Әли мен роботтың арасында қандай әңгіме болуы мүмкін? Қанекей, диалог құрап көрейікші. Сәлем, Әли. Сәлем, робот. Али, саған қандай көмегім керек? Менің анама үй жинайтын робот керек еді. Жарайды, Али, мен саған оны жасап көмектесемін. Рахмет, робот. Сау бол, Али. Сау бол. Жарайсыңдар. Келесі. Аяғым мен қуаныш па? Осынша тапсырма орындаймыз. Я жоқ әдісі арқылы. Бұл негізгі сөз табы? Дұрыс қой, иә? Дұрыс, иә? Келесі. Бұл көмекші сөз табы? Көмекші сөз табы? Дұрыс екен, иә? Заттың сынын бітіреді? Жоқ. Дұрыс екен, иә? Жеке өзі сұраққа жауап бермейді. Иә, дұрыс. Жақсы балалар, рахмет. Тапсырма балалар. Осы сөз таптарын еске түсіріп қайталап, олардың ерекшелігін біліп келеміз. Енді балалар.
болса сары асықты басамыз. Ал егер де сұрақ болса сары асықты, ештеңе түсінбесе қызыл асықты басамыз. Ал келіп біздің тілге байланысты. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілі қуаныш? Қазақ тілінде 9 сөз табы. 9 сөз табы бар. Олар қалай аталады? Құралай қалай аталады сөз таптары? Сөз таптары Етістік, есімдік, күшпен. Жаңағы Шылау одаға еліктеу сөздер. тамаша, жарайсыздар. Мінекей. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді бүгін өз-өзімізді бағаладық, иә? Ал бірінші топ, зат есім тобы. Қайын балдарымыз қанша болды? 9 балл. Етістік тобы 9 балл. Сын есім тобы 9 балл. Жарайсыңдар балалар. Сабаққа өте жақсы қатысып, белсенділік танытқандарың үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.